Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ал енді біз екінші сабақты бастаймыз. Екінші сабақтың мақсаты 15-20 секундтың ішінде әлгі жаттаған әріптерімізді шашыраған, әдейі шашырап тастаған әріптерін ішінен іздеп табамыз. Іздеп тапқанда ол былай болады. Мысалға хо, зәл, дот, во, син, вау, фә, дәл деген сияқты бұл айтқанда. Біз әлгі көзбен жаттағанымызға ойға салуымыз керек. Яғни, қалай болса да, кем дегенде 15 секундта айтуымыз керек біз. Бір мысал келтірейік. Мысалға, хо, зә, дот, во, син, вау, фә, дәл, жим, тә, айн, зәл, фә, ләм, қаф, я, шин, нун, ра, әлиф, бә, кә, кәф, сад, мим, та, хә, хә, ғайн. Осылай. Дәл үстіп, былайнан да жүргіземіз. Көзбен ойды біріктіреміз бұл айтқанда. Көп шәкірттер алғашқы кезде әріптерді оймен жаттап алады. Бірақ Құранға келген кезде көп шатасады. Сондықтан бұл екінші сабақ әріпті тану сабағы. Оймен көзбен жаттаған нәрсені біріктіреміз.